Баршаңызға қайырлы күн оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен өте қарапайым, жылдам, тез әрі дәмді болып шығатын торттың рецептімен бөлісемін. Торттың құрамы өте қарапайым, кез келген үйден табылатын заттардан жасалынады. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қажетті заттардың барлығын осы видеоның астында описание бөліміне қалдыратын боламын. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Үстіне қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді үстіне айранымызды құямыз. Мен дүкендегі 2,5% айранды қолдандым. Үйдің айраны да жарайды. Жақсылап араластырамыз. Енді ұнымыздың үстіне разрыхитель қосамыз. Құрғақ заттарымызды барлығын осы ұнның үстіне қосып аламыз. Мінекей қосып алдық. Үстіне какаомызды саламыз. Енді жұмыртқалы массамыздың үстіне кішкене араластырып саламыз. Енді ұнымызды аз-аздан салып отырып, еншіктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі масса болғанша, ұнымызды бірден салмаймыз, себебі қою болып қалады. Осылай аз-аздан салып араластырамыз. Осылай қою қылып жақсылап араластырып алдық. Енді үстіне қайнап тұрған суымыздан 300 мл су құямыз. Қайнап тұрған суға жет, жылы су болмайды. Мінекей қайнап тұрған суды үстіне құйып, тез-тез араластырып аламыз. Мінекей бір келкі масса болып шықты. Енді 180 градуста пешке пісіреміз. Менде 26 диаметрге осындайға астына пергамент қағаз төсеп 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Формамызға құйып алды. Енді пешкімізге салып пісіріп аламыз. Енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Креміне қажетті заттар бізге сары май, бөлме температурасындағы және сахарный пудра, қаймақ қажет. Дүкеннің кез келген қаймағы жарайды. Енді кремін дайындайтын боламыз. Мен ыдысымызға сары майымызды саламыз. Үстіне қаймағымызды саламыз. 300 грамдай қаймақ қажет бізге. Және де сахарный пудра саламыз. 100-150 грамдай сахарный пудра саламыз. Енді жақсылап еншіктің көмегімен араластырып кремімізді дайындаймыз. Торттың бисквиті дайын болды. Мінекей пісірген соң 10-15 минут суытып аламыз. Сосын формадан шешіп, алдық бисквитімізді. Енді бетін кішкене кесіп алып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Алдымен кішкене көтерілген бетін түзулеп кесіп аламыз. Крошка қылып жасаймыз, ал қалған бөлігін бөліп осылай 2 бөлікке бөлеміз. Тағы да ортасынан бөлеміз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздар, осылай 4 қоржыға бөліп алдық. Енді тортымызды жинаймыз. Торттың кремі де дайын болды. Енді қоржыларымызды қойып, тортымызды жинап шығамыз. Осылай бір қоржы қойып, үстіне кремімізді жағып, барлығын жинап шығамыз. Тортымызды осылай жинап алдық. Енді бетіне крошкаларды себеміз. Әдемелеп, әсемдеп, өз қалауларыңыз бойынша осылай бетіне сеуіп шығамыз.
тортымызды жинап болдық. Осылай әсемдеп шықтым мен. Енді 1 сағатқа тоңазытқышқа, яғни холодильникке қоямыз. Кішкене арасындағы кремі қату керек. Тоңазытқыштан тортымызды алдық. 1 сағат тұрды. Енді кесіп көрейік қалай шыққанын. Өте жұмсақ болып шығыпты. Неке арасы өте нәзік, керемет болып шыққан. Сіздермен болған қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай торт. Дастарханға ұсына беруге болады. Каналыма тіркеліп өтіңіз. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз, себебі менде күнделікті жаңа рецепттер шығады.